Мемлекеттік қызметші ол тек ұжымды басқару ісін меңгерген ғана емес, сонымен қатар көшбасшылық қабілеті жоғары. Алға қойған міндетті орындаумен мақсатқа жетуде бар күш-жігерін сарп ететін тұлға. Оның өзгелермен тіл табыса білуі, өзара түсіністікте қарым-қатынас жасауы, қызметтегі белсенділігі мен тапқырлығы діттегенін орындаудағы басты қаруы болмақ. Жоғарыда аталған қасиеттердің барлығын бір бойына дарытып, жас болса да бас бола білген Лепсі ауылдық округінің әкімі Самат Көпчікбаев жайлы айтылар әңгіме көп. Еңбек жолын сонау 2014 жылы аталған округте бас маман болып бастаған Самат сол уақыттардан бері өзін қызметте белсенді, ұйымдастыру қабілеті орасан, тиянақты әрі ұқыпты азамат ретінде көрсете бастады. Артынша 2017 жылы өзінің кәсіби шеберлігі және жаңашылдыққа құмарлығының, тәжірибесі мен талабының арқасында Жыланды ауылдық округіне әкім болып сайланды. Бұл жердегі қызмет барысында ауыз су, жол, көше жарықтандыру, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру сынды өзекті мәселелерді мезгілінде шешіп, тұрғындардың да шексіз ықыласын иемденген еді. 2 жылдық қарқынды қызметтен кейін Самат тау бөктерінде қазығын қаққан берекелі мерекелі Лепсі ауылдық округіне әкім болып келді. Таңырауанымен таласа жұмысқа сығып, әкімдік ғимаратына аттанған жас әкімнің бастаған ісі де ырысты, жоспарлар да мол. Бір айта кетерлігі, бұнда ашық әкімдік форматында мемлекеттік қызмет көрсетілуде, яғни әкім яки мамандар жеке-жеке кабинеттерде емес, барлығы да бір орында отыр. Бұл өз кезегінде мемлекеттік қызметтің ашықтығын және сыбайлас жемқорлықтың болмауын қамтамасыз етеді. Әр тұрғынды жылы лебізбен қабылдайтын ауыл әкімі олардың барлық сұраныс сұрақтарының шешімі табылу үшін аянып қалмауда. Әріптестеріне де ең алдымен жұрттың талап тілегін ескере отырып, ел мүддесіне қарай қам қылуды және адалдық пен әділдік туын көтере еңбек етуді үнемі айтып отырады. Саматтың салған сара жолына назар аударсақ, Лепсі ауылын басқарып отырған аз ғана уақыттың өзінде көше жарықтандыру және жол салу, ауыз су тарту мәселелері оң шешімін тауып, тиісті жұмыстар да басталды. Ауылға кіреберістегі көпірде күрделі жөндеуден өтіп, жуырда қолданысқа да берілмек. Жас әкім ауылдағы көгалдандыру, абаттандыру және тазалық жұмыстарында назардан тыс қалдырмайды. Қоғамдық орындар мен халық арлы-берлі жүретін жерлерді қоқыстан арылту, артық өскен шөптерді ору барлығы да жіті қадағалауда. Жұмыста талапшыл әрі табанды мемлекеттік қызметкер үйіне оралғанда ардақты әке. Сәбилерінің Саматқа деген іңкәр сезімін әкелеп алдынан күтіп алғандағы қуаныштарынан білуге болады. Жұбайымен бірге 2 ұл мен 1 қызды тәрбиелеп отырған ол, қара шаңырағына оралғанда жұмыстағы күйбелеңді ұмытып, бір сергіп қалатынды айтып өтті. Бүтіндей бір ауылды гүлдендіріп, түрлендіріп отырған кейіпкеріміз отбасының да ырыс ынтымағының еселенуіне ерекше үлес қосуда. Ең алдымен бала тәрбиесін басты орынға қойып, ұлдарының ұлықты, қыздарының қылықты болып өсулер үшін барын салуда. Олардың бойына ұлттық болмыс, патриоттық сезім, адамгершілік пен мейірімділік сынды ізгі қасиеттерді сіңіріп, ел болашағы үшін еңбек етер халықтың балалары болғанын қалайды. Кейіпкеріміз тек мемлекеттік жұмыспен шектеліп қалған емес, ол 7-ші сыныптан бері салауатты өмір салтын жанына серік етіп, самбо күресімен айналысып келеді. Бұл оның бүгінгі хоббиі десек те болады. Өзінің спорттық жолында Қазақстан Республикасы чемпионатының чемпионы, Қырғызстанда өткен халықаралық турнирде 3-ші орын иегері және облыстың бірнеше дүркін жеңімпазы болған. Қазірде Самат бұл істі жанына серік етіп, спортпен шұғылдануды тастаған емес. Ол артынан ерген перзенттерінің де денінің сау болуын, мығым әрі ширақ болып ер жетулерін қадағалап, үнемі спортпен шұғылдануға баулуда. Мақсаты айқын, келешекке деген көзқарасы жарқын, жас әкімнің болашағынан күтер үміт мол. Жас келсе іске демек қазақ мақалының осы Самат секілді жалынды,
һәм жігерлі жігіттерге қаратылып айтылған секілді.